Сәлем достар. Сәлем достар, қалдарың қалай? Достар, бүгін бізде тақырыптан және обложкадан көріп тұрғандай, бізде распаковка чек. Достар, бүгінгі біздің жаңа видеомыз осылай болды. Ендеше бізді қолдап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Бисмиллах деп бастайық. Ең бірінші мен өзім бастайын дедім. Мынадай бір қорап, білмеймін не бар екен ішінде, бір енді былай қарасақ үлкен зат сияқты. Кеттік, ашамыз. Дейтін бет, қалай істейтін еді елдер? Істей алмайсың ғой. Так, қайшы әке. Былай ғой. Осылай ма? Адай қораптың ішінен қорап шығып жатыр. Салат турайтын ғой. Мынандай достар, осындайға заказ бергенмін мен. Мен осыны асыға кетіп Бұл андай ғой. Ішінде бар насаткілері бар, түрлі міне. Неше түрлі насаткілері бар. Андай ғой. Әсіресе бұл қызыққан, мына түріне қызыққан, мысалға картошкаларды, асқабақтарды, свеклаларды төртбұрышты етіп турап береді. Бірақ енді нақты қалай екен білмеймін. Бұны пайдаланғаннан кейін бағасын береміз, иә? Не достар? Короче, мынандай несі бар. Одан кейін Одан кейін білмеймін, мынадай заттары бар. Қағазы бар, қағазға қарап жасау керек та, бұны асықпай ше. Бұндай қорапсың. Короче, достар, осындай бұны ше қағазбен мынадай өзінің ішінде инструкциясы бар, қалай жасау керек. Осыған қарап асықпай отырып жасау керек. Бұлай сапасы нормальный сияқты, бірақ жұмыс істеуден кейін, пайдаланып көргеннен кейін айта жатармын. Пока что осы. Салайық. Мына жаққа қойып. Достар, мен қазір мынандай қара түсті пакетті ашамын. Ішінде не бар екен? Маған да сол қызық. Аяланың кроссовкасы! Мә, достар, бұл Жанаттың кроссовка ғой. Мен да аяқ киім шыққан жүр. Кішкентай коробка ғой, мен бұл сәл үлкенек коробкада отырған. Қараңыздар, қандай милый кроссовка. Мен өзім ашуым керек еді ғой, сен ашып қойдың. Мен мақтанбаймын ба екен? Қараңыздар достар, әдемі. Бұны мен 1000 теңгеге заказ бердім. Достар, бұның ерекшелігі ана асты жанады. Міне. Күшті. Аяла, ана қыдырғанда киіп жүреді. Мен айтып қояйын, мен 10 берем. Өзіме де ұнады. Ең кішкентай размері осы. 11,5 ба сондай еді. 15 деп тұрмын, ұмыттым ше. Или сантиметр, 11,5 сантиметр шығады. Бірақ размері 15 деп тұр. Әдемі достар, қандай күшті. Аялан қазір аяғына келіп көреміз. Распаковка бүйтіп Достар, мен мынаны сразу бере салайын Аялаға. Папасы қарап бір кегізіп қойсыншы. Күшті ғой. Достар, енді мен осындай бір сұр пакет ашатын болам. Маған осы қызық болып тұр. Жұмсақ қой. Ана жақтан Мұстафа жылап жатыр, білмеймін не үшін жылап жатқан. Достар, міне мынадай лапкаға заказ бергенбіз. Но общинка, по-моему. Ойбай, білмеймін енді. Каустарға бергенбіз заказ. Сапасы қандай екенін. Былай күшті сияқты. Бізде үйде лапка бар еді, олар мусорға кетті. Алат мусорға кетеді, алат мусорға Менде кетеді. тағы Орео түрі бар, ол әлі бар. Мұстафа Ашып көректі сапасын. Ашпай қойық шына. Күшті. Күшті отыр енді, білмейше. Десетей. Достар, келесі ең андай үлкен коробка осы болып тұр ау деймін. Мынадай коробка. Бірақ ауыр емес, жеңіл. Не бар екен? Қызық болып тұрмаған.
зат екен, сізге сақтаймын. мынадай зат білмеймін не зат екенін. Қораптың ішінен қорап, короче. Не екенін білмеймін. Не ол? Мынадай зат не бұл? Сыртында тұр ғой? Чайник. Достарым, мынаны көрмеппін ғой, суретін көрмеппін ғой, чайник. Екі түрлі заказ берген еді. Я, екі түрін заказ берген едім үйге қолдануға. Біреу былай. Не? Қалай достар? әдемі. Маған екі түрі де ұнап тұр. Надо. Почти бірдейсің Вау. ғой. мына тұр. Маған осы қызық тұр, кішкентай болса да қуарып кісі. Бірақ кішкентай ғой, біз достар дәу түрін бермек қой. Мен дәу болады деп келмедім, бірақ түрі әдемі екен. Қазір. Мен анау сары түрі Олжанға. ұнаған. Мен қызыл түрін таңдап алған едім беретін кезде. Инау Кәусәрдікі, фиолетовый. Я, жақыннан көрсетейікші міне достар. Мынаны дірілетпейміз сұқты. Міне. Кәусарға. Мына сары түсі ұнады маған. Сары түсі Ұлжандікі. Ал ортасы бір қызғылт сондай екен. Бұл біздің Бануға. Бірақ ашым размері кішкентай болып кетті, иә? Я, кішкентай енді бұл ше. Мен алып келеді деп ойлап едім. Білмеймін енді өздерің таңдағандарың. Абайла. Мен біліп тұрмын уже не екенін. Мен білем. Достар, мен уже түсіндім. Не достар, мынадай шарикке заказ бергенбіз. Достар, бұл біздің неше түрлі арнамызға челлендждер, ойын ойнау үшін дәл осыны заказ бердім. Дәл осымен неше түрлі челлендж ойнауға болады да. Содан заказ берген күшті. Несі шариктері жұқа майысып қалады, шарик емес. Сразу айтайын, қатты кәдімгідей. Мені мұжылмай жақсы Сары және ақ түстерінен. Үш қатардан. Екі светі де. Сол үшін тіркеліп алыңыздар, достар, біздің арнамыз әлі талай челлендждерді ойнаймыз. Қызық ойындар, вайндар түсіреміз, блогтар бар біздің каналымызда. Сол үшін тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал келесі достар, мен өзім ашайын келесі. Жоқ, мен мынаны ашайын деп шештім. Мен біліп тұрмын. Сізге көрсетейін. Бір затқа ұқсапты, бірақ неге біреу ақ деп тұрмын, или екеу болу керек еді. Бірақ жоқ, ол емес екен ғой. Жоқ, Тимонның пироги емес па? Жоқ. Бұл алма салатын. Біз осы жазда Шымкенттен, Алматысыз, Құдай-ау, Шымкенттен Ақтауға көшіп келгенбіз ғой, затымыздың бәрі қалды. Енді мен алма салатын заказ бердім. Асты алынады мне бұлай. Қайтадан жуып, қайтадан бұлай Күшті екен маған. салап қоясын бейт. Мә, ашынамызам. Екі жерге. Күшті, ұнады маған. Мен басында алма салғыш деп ойладым, сосын андай зат деп ойладым. Басқа зат деп ойладым. Ал келесін достар, енді біздің Бану қыз ашады. Аша ғой. Жоқ, мен ана. Маған ештеңе бар деп ойлайсыздар, достар. Мен қытырлаватыр. Мен уже білдім, достар. Мен де түсіндім. Арзына қайшысыз ашылатын заттар. Жақында ашысың. Бұл бұлай. Мына қараңыздар, достар. Көптеген паста заказ берген анамыз. Өшіретін ручкаларға. Мен ол сары, розовый. Мынау не, достар? Кім біледі? Комментарий жазып кетіңіздерші. Я, білсеңіздер жазып кетіңіздерші. Мынаны енді білеміз паста. Мынау не? Бұны пастасын саласың ғой осының ішіне. Маманан мен ол. Ананы екеуін берген ғой. Я. Мынау мындай бір бәлесі ма? Мынау өшіргіш сияқты, достар. Егер сіздер білсеңіздер, айта кетіңіздерші. Біз білмей жатырмыз. Я ма? Сіз көш бұл жерге? Менің ойымша өшіргіш сияқты мына жері. Сызат. Ал достар, мынадайда мен 100 штук бердім. Себебі біздің қыздар тек қана осындай қолданады. Ұлжан мен Кәусар қолданады. Ұлжан мен Кәусар тек қана осындай қолданады. Сендер қандай күшкі қолданасыңдар?
Бұлар ана бояп тастайды да. Бояп тастайды тек Бану ғана қолданбайды. Екеуі көп қолданады. Достар, бұны мен бұндай ручка негізі тез бітіп қалады екен да. Сол үшін мен заказ бердім. Мынаны негізі осылай тастылай алсақ арзан түседі екен, и салмағы да андай да қатты ауыр болмайды деген. Сол үшін тастылай осылай заказ бердім. Мынада ручкаларға өз ручкасымен салып беріп жүрді. Таңдаған кезде дұрыс таңдау керек та, осындай ручкасы барын таңдау керек. Енді үйде мынадай өшірілетін ручкалар бар да, оған кете ма, кетпей ма, сол үшін білмейдім. Сол үшін ручкасымен таңдау керек та, бір 3-4 ручкасы болатын нелер болады. Заказды дұрыс беру керек. 100 штук. Жақсы жазады екен, сапасы күшті. Достар, мен қазір сондай ақ пакетті ашатын боламын. Неше деп. Достар, Мынау не деп ойлайсыздар, достар? Мынау не деп ойлайсыздар? Кім біледі? Мына заттың атын, достар, өзім де білмеймін. Сол үшін маған комментарий жаза кетіңіздер, я? Келесісі, достар, мынадай зат. Мынадай. Білмеймін не екен. Мынау деген дауыс қатты шығып жатыр. Қатты шығып тұр, я. Қандай зат? Негізі Сынып қалмаған ба? Не зат беріп едіңіз? алмаса ашып шайнап деген зат қойыңыз. Тағы тіс беріп жүргенсіз ба? Не зат екенін өзім білмей тұрмын, достар. ешқайсымыз білмейді. Себебі көп уақыт болды да, ұмытқанмын. Не мынау? Ойбай! Ойбай! Мынау деген пирогтандай формочкасы ғой, достар. Бірақ мынаған Кішкентай иә, ғой. кішкентай кетеді мынаған. Мен, Иә, басыңызбен бірдей. басыммен бірдей. Мынандай формадан істеген пирогқа ешкім қоймайды негізі, достар. Масқара. Пирогқа алған ғой. Пирогқа алған, мынаны білмеймін, 21 деген сияқты едім. Или 21-лер осындай кішкентай бола ма? Диаметрі 21 ше. Масқара, мынау ят болды ғой. 10-6 берем. Жоқ, негізі сапасы жақсы, просто өзіміз дұрыс бермеген сияқтымыз. Темір. Жоқ, мынандай еш алым келген. Дұрыс қой, мен алынатын заказ бергенмін ғой. Не, достар? Алтында жоғары көтеремін. Осындай заттар. Қалай, достар, біздің распаковка сіздерге ұнады ма? Осындай. Достар, енді мен соңғы затты қазір ашамын. Маған осы соңғы зат беріп тұр екен. Енді осы пакеттегі затты ашайық. Біздің пакеттерін Мынадай зат қой бұл, не? Так, оны сендер білмейсіңдер. Сіз өзіңізге алдыңыз ба? Мұстафаның шкафтарын алған. Бұл не ғой, носки салатын, или пакет салсаң да болады. Мынаны шкафқа жабыстырып қоясың да, бұлайше. Или бұлай жабыстырып қоясың. И мына жерден ашылатын бет, ашылмайтын бет. Бәсе түсінбей қалдым, оны шашқа Не бұлай жабыстырып қоясың. Жабыстырып, или жабыстырғышымен беріпті мынадай. Жабыстырып қоясың, мына жері ашылады міне. Мына жерде өзі самоклеющий өзі жабысады. Мына екеуін бұлай жабыстырамыз. И мынаны ашамыз, и шкафқа бұлай бүйтіп жабыстырып қоясың. Шкафтың ішінше. И осы жерге мына жерден ашып естелінеді. Мына жері мынандай да, осындай жабысатын мынандай қағаз сияқты жері. Мына жері уже ашсан. Ашпа жабыстырған. Қандай жабысатын шкаф. Бұл носкиге, ана Мұстафамен аяланың ше, киімдері постоянно шкафта бұлай жатады. Соған носкиіне және іш киімдеріне алған осындай. И біреуі кухняда пакеттер болады ғой. Пакеттер ше, соған алған біреуін. Пакеттер ішіне бітеді. И мына созыла беретін сияқты, мне кажется. Я созыла береді. Ішіне біраз кетеді да. Бұлай созылады. Резиновый ғой. Маған ұнады. Маған да. Солай, достар, осыны алғым. Қашаннан бері алам деп жүріп. Бұл бірақ әжептәуір тұрады. Мына 5 штук па? Нешеу бердім мен закон? 3 ма? Осы 3 бар емес па? 1000 теңгеге шыққан. Бірақ сапасы жақсы. Ал достар, біздің Бану мен Ұлжан бір ойнап көрейікші деді.
Мұстафа да шыдамай жатыр мына жаққа крем деп. Ал. Өздерің дұрыс лақтырмай жатсыңдар. Жалпы күшті негізі. Сапасы да жақсы. Шариктері ондай қатты жұқа емес. Во, күшті. Осылай достар. Достар, сіздерге результатын көрсетейінші дедім де, барлығын көрсетпесем де, осыны көрсеткім келді. Мына резинкасы міне осылай тұрады. Енді сіздерге де бір пайдаға жарап қалар дегенім ғой. Жерін қатты жабыстырмаған сияқты. Міне осылай тұрады. И мына жерде носкиді былай сала береміз. Міне. Арасынан шығып кетпейді. Мен дұрыс сала алмай жатырмын. Былай созыла береді екен, сосын ше біраз кетеді да. Носки мен іш киімге да жабыстырып қоямыз. Себебі біздің мына жерде біздің Мұстафаның киімдері араласып жатады да. Сол үшін арнайлап осыны алдым ғой. Біреуін Мұстафаға, біреуін Аялаға, біреуін кухнядағы пакетке алдым. Осылай да бағасын беріп кетіңіздер, ә? Ал достар, қыздар, лапкасын мыжғылап отыр. Банудың лапкасы. Қалай Бану былай? Мынады жабысқақ. Не дейтін еді? Мягкий деймін, қалай? Жұмсақ. Легкий дейтін еді. Достар, Кәусардың лапкасы енді күшті екен енді. Қолға вообще жабыспайды. Анандай былқ-сылқ етіп жабыспайды да, күшті екен Кәусар. Сен берші Ұлжан. Ал Ұлжандікін көрейік. Ұлжандікі ондай емес. Достар, Ұлжандікі бірақ Кәусардікінен айырмашылық жермен өтпей. Бану екеуінікі бірдей сияқты. Қыздар мына жері жылтырайды ғой. Бірақ ше антистресс қой, Я почти антистресс. Күшті ше, бірақ мындай мыжғылағанға күшті, бірақ просто жабысқанына ше, мен андаймын да, нервім ұштамайды мұндайға ше. Жабысқаны ұнамайды маған ше, қолға былқылдап ше. Мынау Кәусардікі күшті екен, берші Кәусар. Кәусардікі енді күшті екен. Мама берші. Жан, Мұстафаға да беріңдер, ойнасын. Я. Достар, Аяланың аяғын аяқ киімге кезеңізі өте қатты жырлап кетті. Кішкене үлкендеу екен, бірақ өсіп келе жатқан аяққа ол негізі дұрыс. Ал достар, бүгінгі біздің распаковка чегіміз сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ұнап жатса төмендегі лайкты басып, подписацияны басып, бізді қолдап кетіңіздер. Ал ендеше келесі видеода кездескенше сау болыңыздар!